несіне түсінбеймін да. Қалай жаттығудың киімі ұмытып кетуге болады? Жоқ, сумкам ашып тұрған түсіп кеткен ғой. Қалай балам ол сумка түсіп кетуі? Как это возможно? Жаттығудан шыққаннан кейін қарау керек қой сумканы ашып балам. Жаттығудың киімін салдың ба? Жаттығудың киімі, перчатка, шлем бәрі тұр ма? Это о чем говорит? Дисциплина жоқ. Шалтай-балтай деген сөз. Өзіңнің істерлігіне, жаттығуына қалай болса солай қарағандығыңды көрсетеді. Жат. Келесі жолы киім, жаттығудың заттары түспейтіндей, жаттығудың киімін ұмытпайтындай, өзінен өзі жаңа құлап қалмайтындай, түсіп қалмайтындай, чтобы естеріңде жүрсін. Жат. Ол. Жат. Келесі жолы точно ұмытпайсың енді. Өзінен өзі түспейді. Алыстан жердің түбінен келдім. Тұр. Сападар әне. Жердің бір шетінен келдіңдер. Алыстан келіп құр кету деген сөз. Как это возможно? Жаттығудың киімін қалдырып кету деген это вообще неслыханный, нездравый нәрсе ол. Сен келдің ашыңгас. Бүкіл келгенің, жүрген жолың сенің, азанмен тұрғаның сенің, бүкіл еңбегің насмарт далаға кетіп қалды. Не үшін? Сенің жауапкершілігінің в общем жоқ болғандығының кесірінен балам, сен осындай дәрежеге түсіп қалдың. Келесі жол қайталанбасын. Тәртіп болу керек. Тәртіп. Жаттығуға залға шыққан кезде сендер қарау керексіңдер ғой сумкаларды. Сендер былай сумкаларды үйге барасыңдар да лақтырасыңдар. Жаттығудың киімі, носки, трусы, футболка, перчатка, шлем деген заттарды сендер алмайсыңдар, шығармайсыңдар, жаймайсыңдар. Тренировкадан келесіңдер, лақтырасыңдар, үстілеріне киімдерін, кейбіреулердің киімдерін сасып, бықсып, шуашты шығып жатыр. Не нәрсері? Өйткені киімдерін шығармайсыңдар. Перчаткалерін шіріп кеткен, шлемдерін шіріп кеткен. Ана терді барып жаймайсыңдар да, ана сумканың ішіне жата берді, ана сумканың ішін ашып қорғасын. Іші алған іші, ой-бой, өліп қойған, ана қоян иісі, өліп қалған иттің иісі шығады. Потому что жауапкершіліктерің жоқ сендер. Элементарный тазалық жоқ. Элементарный жауапкершілік жоқ. Элементарный тәртіп жоқ. Яғни дисциплина. Осының бәрі тәртіпке кіреді, дисциплинаға. Егер сендер дисциплинированный тәртіпті болсаңдар, осындай жағдай болмас еді. Кезінде мен бокстасқан кезде, бала кезінде сендер сияқты. Бізде ыстық су болмайтын. Үйде газ, үйде жылы су жоқ. Мама-папаларымыз ол кезде жағы стиралкаға салмайды, өзіміз жуатымыз. Мені ағайымыз бізді неге үйреткен. Мен өзім 10 жасымнан бастап өз кірімді өзім жуатым. Тренировочный киім, ана бала кезде не үшін мен тазалық деймін. Өйткені ағайларым бала кезден таза болған. Білмеймін, әке шешем сондай тәрбие берген ба, әке шешемден шығар. Үйге келсем ана нәскиімді күніге жуатым. Тренировка келем, фук сумкамды шығарам, нәскиімді жуам. 10 жастағы балам сонда. Сен қаншадасың бе? 11-десің сен балам. А сен ойлайсың мұхит ағайым онда. Сенен еще 1 жас кіші болғанмын. 10 жасында құттай сен сияқты кішкентай кезімде өзім мамамды да, әкемді де ешкімге қаратпай, өзім нәскиді кір сабымен жуып, далаға жайып қоятын. Жаз болсын, қыс болсын, далаға жайып, киімдерін жуып, перчатканы шығарып, шлемін шығарып қойып қоятын. Сбор басталады. Сборда кейбір кезде күніне 2 мезгіл, 3 мезгіл жаттығу жасаймыз. Күніне 2 мезгіл, 3 мезгіл жуатым. Бір нәскиді жумай, 2 күн никогда кимейтін. 2 жаттығуға никогда кимейтін. Всегда әр жаттығуда таза носки, таза трико, таза футболка киетін. Тазалық міне. И тәртіп. Міне сондай жауапкершілік болу керек. Сондай тәртіп болу керек. Сол кезде адам боласыңдар. А никак. Ойбай ағай түсіп қапты, мен кінәлі емеспін, менің сумкам кінәлі, сумкам ашық қапты. Это не я, это сумка виноват деген. А на самом деле кінәлі и виноват только ты сам. Басқа ешкім емес. Жауапкершілік болу керек сол үшін. Тәртіп, тазалық, өзге, біреуге емес, өзіңді таза ұста.